Қайырлы күн тыңдарман, арнама қош келдіңіз. Қазақша контентті қолдай отырыңыз. Әңгімені соңына дейін тыңдаңыз. Көп рахмет. Сенің өмірің. Көктемнің жайма шуақ күні. Уәделескен уақытта сұлулық салонының алдына келдім. Жоспарды өзім құрсам да, бойымда қобалжу бар. Мен мынадай халде болсам, оның жағдайы тіпті келісіп кеткен болар деген оймен телефон соғып. Әсем, келе жатырмысың? Иә, мен келіп тұрмын. Жоқ, келгеніме көп болған жоқ. Жақсы, ішке кіріп күте тұрайын, деп бір кіндік сыңарымның қай жерде екенін нақтылап алдым да, ішке кіріп есік аузында отырған қыздан: Қайырлы күн, сағат 12-ге жазылған ем. Тексересіз бе? Қайыржан Әсем мен Қайыржан Әлия, деп өтініш жасадым. Алдында тұрған компьютеріне үңілген ол: Иә, шаш қидыру мен аяқ-қолдың тырнағын әрлеп, бет күтімін жасауға жазылған екенсіздер. Әлі 20 минуттай уақытыңыз бар. Бірақ бет күтімін жасайтын маманның қолы бос. Қаласаңыз бірден сол бөлмеге кірсеңіз болады, деп тапсырысымды нақтылап алып, жаңа ұсыныс жасады. Жоқ, бет күтімін жасауға әпкем жазылған. Мен тек шаш қидыруым қажет, деп бас тарттым. Осы кезде сыртқы есік ашылып, ішке Әсем кіріп келді. Өңі қуарып кеткен. Оған күле қарап: Түріңе қарасам, ұрлық жасағалы келген дейсің. Артыңнан қуып келе жатқан жан жоқ па? Деп қалжыңдай сөйлеп, сабырға шақыруға тырыстым. Бірақ ойым жүзеге аспады-ау деймін. Қасыма жақындай келіп, білегімнен алған ол: Әлия, шынымды айтсам қатты қорқып тұрмын. Мына ісімізбен ұсталсақ, басымыз кететін сияқты. Мүмкін осы жерден доғарармыз, деп құлағыма сыбырлады. Оңаша отырып сөйлесуді жөн көрген соң әлгі қызға қарап: Біз мамандардың алдына өз уақытымыз жеткенде кірейік, әзірге күту бөлмесінде боламыз, дедім де алға түстім. Соңымнан ілесе кірісімен өзімізден өзге көздің жоғын көрген Әсем қасыма отырып жатып: Таңға дейін ұйықтай алғам жоқ, деді әлі де сыбырлай. Сонша несіне қорқасың? Бала күнде тіпті емтиханға біріміз үшін біріміз кірушек, ұсталған күніміз болып еді, дедім мен де бәсең үнмен. Расында өзімді үрейлі ем, алайда әпкемнің ел көріп келгенін қалаған соң, онымды көрсетпеуге тырыстым. Ол кезде баламыз, қорқуды білмейміз, ал енді ана болған соң су жүректеніп кеткен сияқтымын, деді мұныма ол. Көндіруден түк шықпасын түсінген соң: Жақсы, ендеше кері шегінеміз бе? Билетің қымбат емес, оның өзін қайтарып алу мен үшін түк емес. Бірақ мұндай мүмкіндік енді қайта туа ма? Алла жазып, келер айда Алмаспен некелескен соң, бұл істі жүзеге асыру тіпті мүмкін емес болады. Бәлкім мен де дәл сендей әр басқан адымымды күйеуіме баяндап отыратын шығармын, деп қулыққа бастым. Соны естіп, Әсем біраз ойланып қалғандай көрінген соң: Меніңше, өмірдің өзі сәтін салып тұрған сияқты. Несіне алаңдайсың? Қанатың Ақтаудан енді 9 күннен кейін келеді. Ал сенің сапарың 5-ақ күндік. Балалар күндіз балабақшада. Сен келгенше мен үйден тырп етпеймін. Екеуміздің орын ауыстырғанымызды тірі жан сезбейді, деп қарқынмен баса түстім. Ал Алмас сені іздеп қалсашы, деді әпкем, енді менің қамымды ойлап. Оны жұбатамын деп оны алаңдама. Менің бұдан да ұзақ сапарға кеткен кезім болған. Әуе серігімен кездесудің қандай болатынын ол осы 2 жылда жақсы біліп қалды ғой. Оның үстіне келесі айдан бастап мәңгілік қасында боламын. Тағы бір апта күтсе, түгі кетпейді, деп қалай мақтана жөнелгенімді аңғармай қалдым. Сол әсер етті-ау деймін. Қатты жақсы көретінің көрініп тұр. Ұзыннан болса екен, деді шынайы мейіріммен. Әпкемнің соңғы кездегі жабырқау көңілін көтеріп жүрген соң өзімді кінәлі сезініп: 26-ға келгенше күткен сүйіктім ғой, қалай жақсы көрмейін? Алаңдама, Парижді бір көріп, көңіліңді сергітіп келсең, сенің де қанатқа деген ынтығың артар, дедім ақталғандай. Оныма Әсемнің: Жетпей жатқан мендегі ынтық емес қой. Әркез түзде жүріп, балалармен үйде отырған маған суып кеткен өз емес пе? Кейде 20-ға жетпей күйеуге тиіп, жастығымды 4 қабырғада қамалып өткізгеніме өкінемін,
дегенін естіген соң. Қойшы, ал мен сенде әмекөшің мен 2 ұлың барына қызығамын. Есесіне сенің балаларың өзіңмен бірге өседі. Ал менің балаларым ертең есі кіріп, мектепке барғанда шешесінен ұялатын шығар, деп одан бетер мазам қашты. Аяп кетті-ау деймін. Иә, сол балаларымды көрсем бәрін ұмытамын ғой. Бопты, нар тәуекел, ұшамын. 5 күнде көк айналып жерге түспес. Мен де әлемді көруге лайықтымын, деді әсем жарқын үнмен. Сөйтші, әйтпесе әр елді жерді көрген сайын үйден бір аттап шығып көрмеген сені ойлап өзімді жайсыз сезінемін, дедім мен де ағымнан жарылып. Әсем жауап қайтарып үлгермеді. Ішке кірген әлгі қыз, уақытыңыз жетті, маманға кірсеңіздер болады, деп хабарлады. Осылайша сол күні беліме жетіп қалған шашымды қиғызып, дәл әпкемдікінде иыққа дейін қысқарттым. Аяқ қолымдағы бар бояуды өшіртіп, тырнағымды алдырттым. Ал әсем болса керісінше тырнағын боятып, бетін тазалатып, кірпік жалғады. Осылайша екеуміз салоннан біраз өзгеріске ұшырап шықтық. Жаңа бейнесін жатырқап, манадан қалта айнасына қарай беруді қоймаған әсемнің, шыныңды айтшы, түрім біртүрлі болып тұрған жоқ па? Сояудай тырнағым ыңғайсыздау сияқты, деп қипақтағана күле қарады. Бәрі өзіңе жарасымды. Бұрын жасатып көрмегендікі ғой, 1 сағаттан кейін үйреніп кетесің. Осы күнге дейін салонға неше рет шақырдым, көнбеген өзіңнен көр, деп сөзіне кінә арта сөйледім. Ой, балалармен бір жүрсең, тырнақ жасатып, кірпік жалғағаныңды көререм. Оларды балабақшаға бергенге дейін тіпті бас жууға мұршам жетпейтін, деп ақталды ол. Осы кезде сағатыма қарап, уақыт 5-ке таяп қалыпты. Ал енді сенің жолың бөлек. Алған көйлектерің шабаданға түйеулі. Таксиді түнгі 11-ге шақырдым. Кешігіп қалып жүрме. Міне мынау менің паспортым мен өзге құжатым. Мынау ақшаң. Сен енді әлиясың. Қонақ үйдің ақысы толық төлеулі. Армансыз демал, балаларға алаңдама, дедім. Әсемнің өңі қайта бұзылып шыға келді. Сол себепті бірден: болды, уақытымды алма. Балабақшаға баруым керек. Енді кері қайтпаймыз. Осы сапар үшін шашымды қидым, дедім сенімді үнмен. Сонда ғана өзін қолға алған әпкем: балалардың бүгінге беретін тамағын пісіріп қойдым. Одан бөлек тоңазытқышқа 5 күнге жететін котлет, манты, түшпара түйіп, қатырып тастадым. Әрқайсының сыртынан күнін ретін жазып салдым. Шетінен алып пісіре берерсің. Ал таңда міндетті түрде ботқа жасап берші. Бірақ әмекөш ботқа жемейді. Оның асқа тәбеті жоғын білесің ғой. Мүмкін болса, соның ас ішкенін қадағалашы. Әйтпесе, іші жүрмей қиналады. Оған сүт пен құймақ немесе ірімшік берерсің. Құймақты да көптеу пісіріп тоңазытқышқа бөліп салдым. Шетінен аларсың, деп есіне түскен ескертуін тізіп айта бастады. Мұның ұзаққа созыларын сезген соң: әсем, дәл бір жылға кетіп бара жатқандай болдың ғой. Есі кірген 3 балаға қарауға шамам жетер. Алаңдамай жүре берші. Айтқаныңның бәрін орындаймын, деп бір бұрқылдап барып келістім. Осылайша екеуміз 2 бөліндік. Әсем әке-шешемізден маған мұра боп қалған үйге менің орныма Әлия боп кетті. Мен әсем боп балабақшаға келдім. Бірақ шешенің жүрегі бөлектеу болады екен ғой. Әпкем жол бойы мен ұмытып кетпесін дегендей, қайтадан бар талабын тізіп, балаларын аманат етіп, ұялы телефоныма хабарлама жіберіп мазасы кетті. Балабақшаға келісімен әсемнің үйреткені бойынша бірінші төменгі қабаттағы 2 жасар егіз ұл Арман мен Мақсатты алдым. Алғаш кезде қобалжығаны мен екеуінің мені өз шешесіндей қабылдағанын көрген соң көңілім орнына түсті. Содан кейін 2-ші қабаттағы Әминаға келдім. Құшағыма енген бойда: мә, анашым, үстіңе әтір сеуіп алыпсың ғой. Тойға бардың ба, деп бір өзгерістің барын сезгені болмаса, ол да күдіктенбеді. Жалпы әсем екеумізді бір ұрықтан жаралған соң, әке-шешемізден өзгелер ажырата алмайтын. Бала күнде мұны оң көрсек, бой жете келе әркім өз киім үлгіміз бен шаш үлгімізді тауып ерекшеленуге тырыстық. Мен үнемі көптің алдында жүрген соң, өз күтіміме көп уақыт бөлетінмін. Әсемнің өмір салты бөлек болған соң, ол бар уақытын үйге арнады.
Жолдасына керегі де сол сияқты. Өзгеруі үшін еш жағдай жасамады. Қолымда тұрған соң шашқа арзан бағаға билет әперіп, балаларымен бірге екеуін саяхатқа жібермек боп ұсыныс жасап та көрдім. Қабыл алуды арсанады. Балалардың әлі тым кішкене екенін алға тартатын. Бірақ өз қаражаты мен саяхат жасауға талпыныс жасағанын көргем жоқ. Осындай батыл қадамға барғанымыздың басты себебі сол. Сонымен бір көше төмен орналасқан балабақшадан үйге шұрқырап зорға жеттік. Әмина сабырлы бала ғой, ал әлгі екі ұл жол бойы біресе су сұрап, біресе тәтті сұрап одан қала берсе өздері жүруге көнбей, бірін қолыма алсам екіншісі сұранып, едәуір салмақ болса да екеуін қатар көтерсем, бірін-бірі итеріп таласып, мойныма кезек жабысып, әбден күйім қашты. Үйге ентелеп зорға жеттім. Кірген бойда аяқ жазып жатып алуға да мүмкіндік болмады. Аяқ киімдерін жан-жаққа лақтыра шешкен бойда ашықтық деген соң өтірігіміз ашылмау үшін бірден ас үйге кірдім. Дайын асты жылытып алдарына қойдым да ал жеңдер дедім. Алайда бұл да мен ойлағандай жеңіл іс емес боп шықты. Әмина тамақтың түрі ұнамаған соң жемейтінін бірден ашық айтты. Қайтсем де жегізбек болып соған айналғанымды пайдаланған екі ұл біресе екеуіне теңдей салынған тамаққа таласып, артынша бір-бірінің табағына түкіріп қала берді. Қалған аспен атысып әбден қарқ болды. Шыдадым. Бастысы тоқ болса болды деп ертелігін көтеріп ас ішіп болғанша кедергі келтірмедім. Тек орнынан тұрып кеткен соң ғана тазалауға кірістім. Еденді сыпырып болысымен білекті түріп тастап ыдыс жуып жатыр ем, Әсемнің телефоны шылдыр ете түсті. Қолыма алып қанат қоңырау соғып жатқанын көрдім. Жүрегім зырқ ете түсті. Мұны да Әсеммен алдын ала келісіп жоспарлап алсақ та қоңырауға бірден жауап беруге батпадым. Телефонның экранына қарап тұра беріппін. Осы кезде қасыма келген Әмина. Анашым, неге алмайсың? Әкем бе деп сұрады. Жоқ жаным, көрші ғой дедім де бірден жуынатын бөлмеге кіріп есікті ішінен іліп алдым. Сөйттім де Әсемнің жаңа нөміріне қоңырау соқтым. Қанатпен қалай сөйлесуім керек екенін қайта ақылдастық. Содан кейін ғана терең тыныстап алып, бірінші боп өзім қоңырау шалдым. Қоңырау соққанымды естімедің бе? Көтермедің ғой, деді ол бірден. Балаларға тамақ беріп жатыр ем, телефоным жатын бөлмеде қалыпты. Естімей қалдым, дедім мен де аман саулық сұраспай. Балаларды алып келдің бе? Қалдары қалай, деді ол әйелінің даусындағы өзгерісті аңғармай. Дәл солай етуіне үміт артқан мен бірден. Балалар жақсы, ойнап жүр. Қазір телефонды қызыңа берейін, дедім де балалар отырған қонақ үйге кірдім. Әмина орнынан атып тұрды да тұтқаны ала сап әкесімен шүйіркелесе бастады. Мұны көріп екі ұл да телефонға жабыса кетті. Сол себепті қастарына жақындай келіп даусын шығарып қойдым. Осыдан кейін үшеуі бірінің сөзін бірі тыңдамай шүлдірлеп жатты. Мәшина, автомат, тракторда әкелесің бе? дейді ұлдар. Балалар бар қажетін тапсырып болған соң қайта телефонды алып қысқа қоштасып тұтқаны қойдым. Иығымнан жүк түскендей болды. Қайта жуынатын бөлмеге кіріп әпкеме қоңырау соғып болған жайтты айттым. Кештің қалған бөлігі балалардың у-шуымен, қызығымен, таласымен өтті. Сағат 10-ға таман екі ұлды екі жағыма алып алдап-сулап ұйықтатып болғанша өзім де ессіз қатқанымды білмеппін. Алайда арада 2 сағаттай уақыт өткен соң Арманның дәл тұмсықтан кеп тиген тепкісінен зәрем қашып ояндым. Алғашында мұрнымнан қан сулап кеткендей көрінді, бірақ олай емес екен. Соған шүкір етіп, қасымда тұрған телефонды қолыма алдым. Ойлағанымдай-ақ Әсем хабарламаны жаудырып тастаған екен. Телефон соғып, оның әуежайға сәтті жеткенін білдім. Содан кейін балалардың халін қайта баяндап, сабырға шақырып, сәтті сапар тіледім де қайта ұйқыға жаттым. Мұны ұйқы деп атауға болса әрине. Екі ұл сағат сайын жарысып тепкі астына алды. Содан шошып оянған сайын тұрып, көрші төсекте жатқан Әминаның үстін жаптым. Несін айтайын, таңда басым қазандай боп, балалардың ананы кимеймін, мынаны жемеймін дегеніне зорға төзіп, жолда екі ұлды көтеруге шамам жетіңкіремей, қосылып жылағалы аз қалып, балабақшаға итшілеп барып кері қайттым.
Сөйтіп үйге келісімен кіре берісте ілулі тұрған айнаға қарап, өз бейнемнен өзім шошып кеттім. Бояусыз, бет-аузым ісіп, шашым дода-дода. Үстімде әпкемнің 5 жылдан бері тастамай киген жеңіл күртешесі. Алдымда дәл әсемнің өзі тұрғандай болды. Сол сәтте оның соңғы жылдары өзін күтпей үнемі тозып жүргенін бетіне басып, сөгіп келгеніме ұялдым. Бірден қасы көзімді бояп, өзімді әрлеуге кіріскем жоқ. Жайрап жатқан ас үйді де ретке келтірмедім. Аяқ киімімді шешкен бойда жатын бөлмеге кіріп төсекке құлай кеттім. Әбден ұйқымды қандырып, сағат 12-ге таяғанда ояндым. Тұрысымен ендігі ұшақтың Парижге қонып үлгергенін ойлап, әсемнің телефонын қолға алдым. Соңғы хабарлама сағат түнгі 2:45-те ұшаққа отырған сәтте келген екен. Одан кейін желіге қосылмапты. Бұл кезде әсемнің қонақ үйге қоныстанып қоятын уақыты болған. Ұшақтың уақытылы ұшып, уақытылы қонған-қонбаған білгім кеп, өз телефонымен жұмысқа қоңырау соқпақ ем. Артынша кеше-кешке алмасқа рейске шықтым деп телефонымды өшіріп тастаған есіме түсті. Енді оны 18 сағат қосуыма болмайды. Сол себепті әсемнің телефонымен әуежайдың негізгі телефондарына қоңырау шалдым. Желіде кісі қалың болды-ау деймін, тұтқаны ешкім көтермеді. Осыдан кейін тағы біраз уақыт өтсін деген оймен қонақ үйдегі теледидарды сөйлетіп қойдым да өзім жуынатын бөлмеге кірдім. Жуынып өзімді қалыпқа келтіріп ас бөлмеге бет ала беріп ем, бар даусымен сөйлеп жатқан жаңалық жүргізушісін естіп кілт тоқтадым. Әзірге берілген ақпарат бойынша ұшақ ішінде 320 жолаушы болғаны анықталды. Оның ішінде нешесі шетел азаматы, нешесі Қазақстан Республикасының азаматы екені беймәлім. Сонымен қатар ұшақтың құлау себебі де әзірге белгісіз. Айта кетейік, Астана-Париж бағытында бет алған ұшақ Астана уақыты бойынша таңғы сағат 6:45-те орталықпен байланысқа шығып, әуе кемесінің оң қанатында ақау барын мәлімдеген. Одан кейін ұшақтан еш хабар жоқ. Болжам бойынша ұшақ Жерорта теңізіне құлаған деп толғап жатты ол. Тұрған орнымда сілейіп қала бердім. Анық естіген тәріздімін, бірақ ұға алмадым. Ұққанда болармын, бірақ сене алар емеспін. Жүргізуші де бір сәтке дамылдар емес. Бір ақпаратты қайталап айтып жатыр, ал мен әлі тұрмын. Түс тәрізді. Кенет дәл осы сәтте екі ұлы тұмсығынан қойып кеп қап, оятып жіберсе екен деген ой келді. Келді де, расында мені оятып жібергендей болды. Не істегенімді бірден ұқтым. Әсем, балалар, қанат, тоңазытқышта бір-ақ аптаға қақтырылған түшпара. Қос тізеге құлай кетіп, жер соққылай зар қақтым. Бірде әсем деп әпкемді шақырдым, бірде мамаладым. Біресе кешірім сұрап, біресе жалған боп шығуын сұрадым. Тек өзгеге кінә арта алмадым. Қалай өйте аламын? Қақым бар ма? Балалардың анасын өзім өлтіріп алған соң, енді мұны кімнен көрем? Осы ойда қайғымды еселеп, қабырғамды қайыстырып барады. Арада қанша уақыт өткенін білмеймін. Сол еденде жатып ес жидым. Басым солқылдап әлі де талқысып тұрмын. Қатал шындық қайта өзегімді қысты. Тағы тұншығып бара жатыр ем, қабырғада ілулі тұрған сағатқа көзім түсті. Балаларды балабақшадан алатын уақыт таяпты. Осы кезде әсемнің аманаты есіме түсті. Зорға орнымнан көтерілдім де есікке қарай бет алдым. Шыға берістегі айнаға жақын келгенде қайта өз бейнеме қарап әпкемді көрдім. Аядым. Өкпе арттым. Бір ғана шешімнің кесірінен сенің де, өзімнің де өмірімді тартып алғаным үшін өзімді кешіре алмадым. Бірақ өзге амалым болмады. Телефоннан Қанаттың нөмірін тердім де, үзік-үзік демімді ішке тартып ап. Қанат, үйге қайтып келе аласың ба? Іс сапарға кеткен Әлияның ұшағы апатқа ұшырапты, дедім де сөзімді аяқтай алмай, қыстығып қайта жерге отыра кеттім. Авторы Торғын Жолдасбекқызы, оқыған Перизат Әділқызы. Назарларыңызға көп-көп рахмет. Алда сіздерді қызықты әңгімелер күтіп тұр. Арнама жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Рахмет.